ой келді маған. Неге мен осы 4000 теңге айлыққа жұмыс істеп жүрмін? Қолымда өнерім бар. Сол өнеріммен өзіме кәсіп ашсам қайтеді деп, жұмыстан шешім қабылдап шығып, кәсіппен айналыстым. Сол кәсіпті 35 жасымда 9 дүкен желісіне айналдырдым. Үлкен ательем болды. Бірнеше тендермен жұмыс істедім. Бәрі енді өзіме ұнады, жақсы, бірақ та денсаулығыма әсерін өте көп берді. Өйткені күндіз-түн ұйықтамайсың, заказдар орындайсың ательеде. Уақытылы үлгеру керек оның барлығына. Оның үстінен үлкен қаражат керек. Одан кейін несие ала бастадым. Күннен күнге жаңағы қарыздары көбейеді. Поставщиктерге уақытылы товар беру керек, клиентке уақытылы жеткізу керек. Оны бір өзіңнің қолынан ғана істеу керек та, бухгалтер жалдайсың, оған қаражат бересің, грузчик жалдайсың, логистикасы бар, барлығы менің өзімнің жалғыз өзім басымда болды. Негізі мен өзім бала кезімнен ауырып көріп бір больницада жатқан адам емеспін. Больницаға тексерілуге барғанда онкологиясын дегенде төбеңнен прямо су құйғандай болды. Бірақ мен врачқа айттым, өтірік шығар деп, сонда айтты, жоқ деді, бұл онкология, сіз ертең биопсияға келіңіз деді. Бірақ мен уақытты созып бардым. Барған кезде уже айтты, бұл сондай созылмалы ауру, злокачественный, в общем, бұл тез өсіп жатыр, сондықтан кесуіміз керек. Операция жасады, операцияға қатты неткен жоқ, уже химия басталған кезде, енді қиын өмір сол кезде басталды. Шашым түсіп қалды, өмірім енді күрт өзгеріп, жаңағы үлкен кәсіпкер адам, күрт сынып кете жаздадым. Өйткені балам шетелде оқып жүрді, сол келгенше тірі болсам деген арманым ғана болды менде. Біртіндеп магазиндерімді жауып, осы өмірмен енді шынын айтқанда қоштасып жүрдім. Өйткені күннен күнге мен жаңағы тексерілімге барғанда біресе ана ауруды қосып береді, біресе мына ауруды қосып береді. Сөйтіп созылып ауырып жүрген кезде бір ғана арман сол, енді Аллаға шүкір, қазір соның бәрі артта қалғанына мен ризамын. 2021 жылдың аяғында Мэрин Хелс жайлы өзімнің медучилищеде бірге оқыған құрбым Ләззатқа бір түнде звонок салып, осындай қатты ауырып атқанымды айттым. Түнде ұйықтай алмайым. Маған бір больницада істейсің ғой, түнгі ұйқыма, жақсы демалуыма бір өнім әкеп бересің ба дедім. Сонда ол кісі осы Мэрин Хелс компаниясы бар екенін, бұнда жақсы жапондық өнімдер бар екенін айтты. Осы өнімдерді Ләззат ханым әкеп бергеннен кейін іше бастағанда менде жақсы әсер болды. Сол кезде өнімдердің көмектескеннен кейін Ләззат ханымға звондағанда ол кісі айтты, сенің өзіңнің жеке парақшаң бар, кабинетің бар, сол жерден әрі қарай алып іше беруіңе болады дегенде, бірақ мен осындай компания бар екенін білдім. Содан кейін компанияны жақсылап зерттеп, толығымен таңдап, қарап, кейіннен бір жарты жылдан кейін жақсы результат алғаннан кейін, өзім нәтижеге жақсы көргеннен кейін, бұны неге халыққа айтпасқа деп жақсылап зерттеп көрдім. Қазіргі таңда мен онкологта да, аллергологта да учетта жоқпын. Өйткені осы компанияның өнімі көп адамдар бат деп айтады. Но бат болғанмен бір ерекше бір қасиеті бар өнімдер. Бір ғана денсаулығымды өзгерте отырып, қазіргі таңда мен өмірімді 180 градусқа өзгерген түсінбей қалдым да, мен бұрын өзім жеке кәсіпкер болатынмын, өзім бәрін білем, логистиканы өзім жасайым, бизнесті өзім жасайым деп жүрсем, қазіргі таңда мынау Мэрин Хелс арқылы мен кәсіптің өзіме бір жаңа қырын аштым. Өйткені традиционный бизнеста 28 жылда мен тек қана жұмыс жасап, жаңағы товар айналымды қалай келіп атқанын, финансовый грамотность дейді ғой, сол болмаған екен менде. Компаниядағы жаңағы бізді тек қана денсаулығымызды түзей отыра, бізді еще адам ретінде қалыптастырды. Кәсіпкер ретінде мен айтарым, бұл бизнеста кішкентай ғана затрата салып, үлкен қомақты қаражатқа жетіп, үлкен бизнес жасайсың дегенге, осыдан бір 10 жыл бұрын айтса сенбеушем. Қаншама жыл енді еңбек жасап жүріп, ауырып қалған кезінде, жаңа операция болды, химия, сол кезде енді өзіңнің бизнесіңа күшің жетпегенін,
бір ғана өкініш болды менде ше, ешқандай өзіңе деген ештеңе жасай алмағаның бұл өмірде де. Қаншама еңбек жасап жүріп, жаңағы мына компанияға келгенше менде не бопты да, андай ыңғай біреу үшін өмір сүріп жүрген сияқты өмір сүріппін да, ал Алла тағала Мейрин Хелс компаниясы арқылы бір рет мүмкіндік бергенде мен осы мүмкіндікті ұстап қалуға тырыстым.